Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, балалар жазушысы Сансызбай Сарғасқаевтың туғанына 100 жыл толуына орай Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Жазушымен бір күн жобасы аясында ұйымдастырылған шара қазақ балалар әдебиетінің дамуына өз шығармашылығымен қомақты үлес қосқан белгілі жазушы Сансызбай Сарғасқаевтың 100 жылдығына орай өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында өткізілді. Кешке белгілі зиялы қауым өкілдері, мектеп оқушылары қатысты. Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы бізде жазушымен бір күн деген жоба бар. Сол жобаның аясында бүгін балалар жазушы Сансызбай Сарғасқаевтың 100 жылдығына байланысты іс-шара өтпек. Жалпы бұл кісінің бірнеше шығармасы бар. Бір ақсап тұрған дүние, бұл кісінің шығармалары көп насихатталмаған соңғы жылдары. Әрине шығармасының бәрі балаларға арналған, балалар әдебиетіне. Кезінде Пионер және Жұлдыз журналдарында бұл кісі еңбек еткен. Балалар әдебиеті ұрпақ тәрбиесінің бастау көзі мен тал бесігі, тағылым мен тәлімнің ордасы. Сондықтан да жеткіншектерге арналған шығармалар жазу үлкен жауапкершілік дейді қаламгер. Ал бүгінгі кездесу өз еңбектерімен тәрбие бере білген жазушыны оқушыларға таныстырып, ынталандыруға бағытталған. Пионер деген газет болған. Сол Пионер деген газетте, одан кейін қазіргі Егемен Қазақстан газетінде жұмыс істеген. Бұл кісінің шығармалары негізі балаларға арналған. Балалардың жан дүниесін, балалардың іс-әрекетін, мінезін оқиға арқылы, әңгіме желісі арқылы ашып, балаларды тәрбиеге, адамгершілікке, парасаттылыққа тәрбиелеген. Әулиеата өңірінде дүниеге келген жазушылардың шығармашылығын өнеге ету, өмір жолдарын келешек ұрпаққа кеңінен насихаттау мақсатындағы жобалар жыл бойы жүзеге асырылып, тарихи тұлғалар дәріптелмек. Нұрбақыт Құшбеков, Махаббат Құсайын, Мейіржан Ерболатов, 24 News.